Армысыз ағайын, менің арнам негізі денсаулықпен ұзақ өмір сүруге арналған, бірақ қазір өзекті мәселе мына тіл мәселесі болып тұр. Ана тіліміздің осы күйзеліске түскен әбден заманы, сондықтан соған да уақыт бөлу керек. Сол себепті мен бір ұсыныстарым бар, бірнеше, және оны ары қарай жалғастыра берем. Біріншіден бірнеше біз этапқа бөлуіміз керек. Осы тілді қалай қайтару, ана тілімізге елімізді қалай қайтару мәселесі жөнінде. Бірінші этап ол өзіміздің тілімізді түзеу. Кірме сөз көп болып кетті. Өте көп болып кетті. Қазір қарап отырсаңыздар, 3 сөз айтсаңыз, соның біреуі бөтен тілде болып шығады. Сондықтан соны сүзбеден өткізейік бәріміз. Өз ана тілде сөйлеп жүрген ағайындарға айтып отырмын мен. Өз тілімізде күнделікті күннен күнге осы сөйлеп жатқан сөздерімізді сүзбеден өткізіп, тілімізді дұрыстайық, өзіміз жөніне келтірейік. Екінші мәселе, әрбір телефоннан бастап өз ана тілімізге өткізейік. Бар анда тіл деген несі бар? Баптау деген настройка. Сол настройкада язык дегенге кіресінде сөздерден тілді таңдайсың, сонда қазақ тілін қою керек. Үшіншіден, әрбір терминал, әрбір банкомат, барлық жерде анда немесе бірден бөтен тілде тұрады, немесе анда 3 тіл шығады. Қай тілді таңдайсың деп, сонда өз тілін таңдаңдар. Міне сөйтіп, сосын тағы бір мәселе, ол үйде де, балдармен де тек қана өз ана тілімізде сөйлеу. Сосын осыған қоса бөтен адамдармен сөйлескенде кіжінбей, ашуланбай, қабақ шытпай, талап қоймай, неге сөйлемейсің деп. Жай өте сыпайы, өте жымиып тұрып, егер керек болса, күліп тұрып, өте сондай байсалды, өте кішіпейіл болып, сөйтіп біз өз тілімізде сөйлей беру керек. Ешқандай арандатуға жол бермеу керек. Өйткені бұл да бір үлкен мәселе, арандатушылар дайын тұрады. Сондықтан осы мәселелерді, бірінші мәселе осы, өзіміздің тілімізді дұрыстайық, өзіміздің ісімізді дұрыстайық. Содан бастау керек, ең бірінші. Барлық жерде мен қарап отырмын, WhatsApp-тарда, басқаларда бәрінің несі телефондары орысшада тұр да, бөтен тілде. Соны аудару керек өз тілімізге. Барлық жерде құлағымызда, миымызда үйрене беру керек те, өз тілімізде сөйлеуге, өз тілімізде қарым-қатынас жасауға. Және андай бір көшеде, не басқа жерде біреумен сөйлескенде қазақ тілі, орыс тілі деп емес, ана тілі, немесе мемлекеттік тіл, ең дұрысы мемлекеттік тіл, және бөтен тіл деп сондай ұғым кіргізу керек те, термин. Андай ұлттық тіл емес, ұлтты айтып емес, мемлекеттік тіл бар бізде, бір ғана, және бөтен тілдер бар. Олар қанша тіл бар, дүниеде сонша тіл. Соның бірі бәрі сөйлеп жүрген қазір біздің жерде, өкінішке орай болды. Сондай ұғымды қолдану керек, соған үйреніп дағдылана беру керек. Бірінші мәселе сол, келесі мәселелерді мен келесі роликтермен жібере берем. Әзірше осы.